Қазақстандық ғалымдар еліміздің жолдарына арналған супер асфальт жасап жатыр. Қазір Еуразия ұлттық университетінде табиғаттың тылсым мінезіне төзімді жол төсемесіне арналған экологиялық тиімді технологиялар әзірленуде. Озық әдіс асфальт бетонның беріктігін қамтамасыз етеді. Ең бастысы, әрбір өңірдің ерекшеліктеріне барынша бейімделген тың тәсілдер қолданылады. Әр аймаққа қатысты жол құрылысын жобалауда климаттық факторлар, көлік жүктемесі, яғни қозғалыс қарқыны және шикізаттың қалыпты көлемі ескеріледі. Ғылыми зерттеу жұмыстарының барысында бетонның қасиеттерін жақсартатын жаңа отандық минералдық қоспалар дайындалды. Жаңа технологиялардың нәтижесінде қазақстандық жолдар 5-10 жылға дейін жөндеусіз қызмет ете алады дейді жоба жетекшілері. Ылғалға төзімділігін арттыру мақсатында өндірістік отходтардан, яғни базальтты ватадан химиялық неге ұшырату арқылы, реакцияға ұшырату арқылы біз ұнтақ аламыз. Ұнтақта біз егер суды қосып көрсететін болсам, біздің ұнтақ суды өзіне сіңіріп алмайды. Ылғалды ортадан қорғау мақсатында гидрофобты қасиетті арттыру үшін асфальтобетонға модификатор ұсынамыз. Также в рамках модификации битума мы работаем. Сондай-ақ бетонды модификациялау мақсатында қазір біз полимерлі бетон қоспасын әзірлеу бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Біздің ғалымдар ойлап тапқан полимер қоспасы жол құрылысы кезінде қолданылатын бетонның бірігуі мен сапалық қасиеттерін жақсартуға септеседі. Яғни берік ете түседі. Бұның бәрі толық қазақстандық үлеспен жасалады. Смеси при укладке дороги. Это будет все казахстанское содержание. Әзірге барлық зерттеулер мен сынақтар еліміздегі алғашқы құрылыс техникалық инженерлік орталықта жүргізілуде. Оны құруға ғылым қоры 4 миллиард теңге грантты қаражат бөлген. Заманауи құрылғылармен жабдықталған зертхана жол құрылысына қатысты қызметтердің толық циклін қамтамасыз етеді. Алдағы уақытта жаңа асфальтты бетон елдің әр өңірінде 300-де сынақтан өткізілмек. Жалпы жобаны 2025 жылға дейін жүзеге асыру жоспарланған.